пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірақ дейді төрт адам бар дейді, төрт адам бар. Төртеуі малғұн, төртеуі махрум дейді. Бұл төртеуі лағнетке қалған, бұл төртеуі қор болған бетбақтар дейді. Осылардан басқасының барлығының дұғасы қабыл болады, осылардан басқасының барлығының мінәжатына Алланың тарапынан жауап болады дейді. Ақын ли валидайхи, бірінші адам арақ жақсы көрген, екіншісі ата-анасын аяқ асты еткен, құқықтарын аяқ асты еткен, ата-анасына немқұрайлы қараған перзент деді. Үшінші адам деді, қатиур рахим, туған туысқандарменен қарым қатынасын үзген адам, ол Рамазан болса да, қадір түніне кездессе де кешірмейді деді. Төртіншісі әл-мушахин деген сөз айтады пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар соны таңғалып қалды, я Расулалла, мушахин деген сөзді бұрын біз кездестірмеген едік. Бұл не деген сөз? Бұл кім болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, 3 күннен артық араздық сақтаған адам дейді. Сондықтан мынау Рамазанның уақытында жүрегімізде біреуге наразылық, араздық болған болса, жүректі тазартып алайық. Ондай қадірдің түнінде бізді махрум қалдыратын, Рамазанның айында бізді махрум қалдыратын сипаттардан, істерден біз аман болайық. Алла субхана тағала баршамызға иншалла бұл төртеудің қатарында болмай, салихиндардың қатарында болып қарсы алып шығарып салатын, Алланың мағфиратына бөленетін Рамазан нәсіп етсін.